Iya kelіңіз. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз. Кіруге бола ма? Әрине болады. Ой, доктор. Иә, қалыңыз қалай? Не мазалап жүр? Ой, мені көп нәрсе мазалайды. Да, не болып қалды, не болып қалды? Мені мазаламайтын нәрсе жоқ. Ой. Маған тамақ ұнамайды. Ештеңе ішкім келмейді, жегім келмейді. Аппетит жоқ. Вообще. Ұйқы қалай? Ой, ұйқы жоқ. Уже раздраженная бар ғой. Уже ашуланам, ештеңе маған жақпайды. Таптым. Аяғыңыз ауыр. Көтеріп қойғансыз, Жоқ. Ондай емес па? Не болды екен, а? Білмеймін, ешкім ұнамайды. Тұрмыстасыз ба? Иә. Күйеуіңізбен отношение қалай? Жақсы. Негізі, мынау мезгілмен мезгіл ауысқан кезде, қыстан шығып көктемге ауысқан кезде көп қыз келіншектерде осындай болады. Да? Иә, мазасызданады, ауа райы ауысады, адаптация болады бір апта, екі аптадай. Оны кейбір әйелдер байқамай өтіп кетеді, ал кейбір осындай чувствительный әйелдер бірден байқап қояды. Бірден байқап қояды. Сондықтан бұл көктем келген кезде гемоглобин азайып кетеді. Қан құрамында, қан түсіп кетеді, давление, содан шамалы мазасыздық, сондай бір күйбең несі басталып кетеді өзі сондай. Ешкімді жақтырмай, иә? Жақтырмай, ешкімді жақтырмай. Болды, түсіндім. Қазір сізді де жақтырмай. Болды, түсіндім. Енді сізге қазір бір рецепт жазып беремін. Сол рецептімен бір 3 күн емделіп берсеңіз, бәрі жақсы болып кетеді. Көңіл күйіңіз бірден көтеріледі. Маған дұрыс келгенсіз, өте дұрыс келгенсіз. Так, былай. Қазір осы жерден шыққаннан кейін, біздің клиникадан шыққаннан кейін бір 100 метр жерде дүкен бар. Әйелдер дүкені. Сол жерге барасыздарына ең бірінші кезекте жаңа туфлин сатып аласыз. Одан шығасыз да бірден маникюрин. Артынша педикюрин. Содан кейін кешке құрбыларыңызбен түнге дейін прогулин. Ал енді үйге барғаннан кейін жақсылап душқа шомылин. Ары қарай күйеуіңізбен таң атқанша полюбин. Міндетті түрде. Таңертең түске дейін проспин. Жұмысқа кешке дейін неходин. Болды. Мына осы рецепттерді істесеңіз, керемет болып кетеді. Көңіл күйіңіз көтеріп кетеді. Доктор, мен уже көңіл күйім көтерді. Да? Сәттілік деймін. Ем болсын. Әйелдер ай. Қандайсыңдар? Ал менің қымбатты оқушыларым, осы уақытқа дейін сендер менің оқушыларым болсаңдар да, сендер менің өзімнің туған балдарымдай болып кеттіңдер. Мен сендерді сондай жүрегіммен жақсы көремін. Оқушылар, енді ертеңнен бастап сендерге басқа ұстаз класс жетекші болатын болады. Мен енді басқа сыныпқа класс жетекші боламын, ауысып жатырмын, иә. Сізді көрмейтін боламыз ба ғой? Жоқ, көріп тұрасыңдар ғой, мен кіші сыныптарға сабақ беремін, иә. Енді оқушылар, енді айтып жатырмын ғой, сендер менің балдарымдай болып кеттіңдер. Сендерге менің бір тілім тиіп кетсе, сендерге бір ауыр сөз айтып қойсам, кешіріңдер, иә. Кешіресіңдер ғой мені, иә. Сосын ше, ашу үстінде екі қойып жіберген жерлерім болса, басқа сыныптардан қарағанда сендерден ақшан көп жинаған жерлерім болса, мен кешіріңдер, иә. Үстімнен арыз түсіріп жүрмейсіңдер ғой, иә. Мен жақсы көресіңдер ғой, иә. Мен де сендерді жақсы көремін. Енді ше, мен бір сендерді шығарып салып тұрғанда, ше, сендермен қоштасып тұрғанда менің бір жақсы жерлерімді айтсаңдаршы сендерде, иә. Айта беріңдер бетіме. Апай, сіздің ешқандай кемшілігіңіз жоқ. Маған бар ғой, сіздің шашыңыз ұнайды. Сіздің шашыңыз жібектей жылтырап тұрады ғой. Рахмет. Нұрхат, мен қай жерім ұнайды саған? Апай, мағанше сіздің бар ғой, маржандай әппақ тізіліп тұрған тістеріңіз ұнайды маған. Негіз сізге күлген жарасады ше, күліп жүріңіз шапайсыз әрқашан. Рахмет. Апай, мағанше сіздің әппақ бетіңіз ұнайды. Бір әжім жоқ қой шіркін. Қарап отыра бергім келеді ғой, иә? Рахмет. Асылжан, мен
қалмайсыз апай. Апай маған ше, сіздің ше. Не болды? Аузым бармайды қойшы. Ай, сен айтпасаң мен не деп айтамын қазір? Не деп ұрсам бұған? Болған нәрсені айтса не болған? Ол маған баттал. Маған не деген білесіз ба? Не деді? Айта алмаймын ағай. Не дедің апайыма? Апай өзі ғой. Балалар менің қай жерім ұнайды деп сұрады. Сосын әр оқушы өзінің ойын білдірді. Сосын мен өзім тұрдым да, апай сізге сиырдікіндей дедім. Оған баған көргенсіз. Қай жерім айттың сиырдікін дейді? Көзін. Көзі? Көзді айттың ба? Иә. Дұрыс айтқан ғой. Әдем ғой сенікі, көзің әдем ғой. Ай, баяғыда көз әдем қыздарға тана көз деп тиісетін ғой. Дұрыс айтқан ғой. Соған адам шылай ма? Бар кете бер. Жақсы апай, жақсы ағай. Ағай, өзіңіз оқушылардың сөзін сөйлеп, менің позорымды шығарыңыз. Нең бар, менің қай жерім ұнайды деп нең бар оларға? Сабағыңды беріп қайтпайсың ба? Өй, сен. Жаным, Ау, осы сен мені шын сүйесің ба? әрине жан. Шынымен қатты жақсы көресің ба? Жада. Мен үшін ше, кез келген нәрсеге төзе бермедің. Әрине жан. Мысал үшін, мен жоқ кезде үйде бір әйел келді да саған үйге. Сөйтті да былай деп айтты. Мен сіздің күйеуіңіздің екінші әйелі боламын. Біздің арамызда бала бар десе, мысалы, не дейсің? Шашын жұлып қолына берем. Не, біреуің бар ма, не айта алмай тұрған? Ой, жоқ ой, просто деп атым саған. Мысалыға деп атым. Сонда, мен үшін сол әйелмен былай дружно, мені бір бөлісіп тұра алмайсыңдар ма сонда? Не? Бөлісетін не сен? Мандарин бедің не? Бөлісе алмайды екенмін. Неге? Өйткені сенің қаныңды өзім ғана ішуім керек. Бопты, қойшы енді, неге көтеріп кете бересің осы? Бір нәрсе айтса, ашуланып шыға бересің айқайлап. Мен мысал үшін деп атырмын саған. Жарайды, келмесе келмей-ақ қойсын. Не? Жоқ, басымызға келмесін деп атырмын. Қойшы, айтпауым. Лайым солай болсын. Иә, құрсын. Келгенде де бәрі күн көрсейін деп тұрмын. Аға лейтенант Қалыбай, құжаттарыңыз. Не үшін тоқтаттыңыз? Ау? Не үшін тоқтаттыңыз? Бізде тексеру. Документ тексеру, құжат тексеру. Жоқ, тоқтатып тексере бересіз ба құжатты? Не үшін тексеріп жатсыз? Жоқ, мен сізді тоқтаттым ғой. Енді сіз маған құжатты бересіз. Мен тексеріп болғаннан кейін сізге қайтып оны тапсырамын. Не үшін тексересіз? Причина остановки дейді ғой былай айтқанда. Не үшін? Рейд сондай бізде, рейд шаралары жүріп жатыр. Жоқ, сіздер тоқтатып тексере бересіздер ма? Сіздер бірінші бір нәрсеге сүйеніп тоқтатуларыңыз керек қой, не үшін? Мысалға, заңда 32-ші баптың 2-ші тармағын айтып беріңізші сіз маған. Қанша? 32-ші баптың 2-ші тармағын айтып беріңізші сіз маған. Сіз өзіңіз білесіз ба? 32-ші баптың 2-ші тармағын не жазылған? Мен сізден сұрап тұрмын ғой, менен сұрап. Сіз білесіз ба соны? Мен білем, мен сізден сұрап тұрмын. Мен де білем. Мен оны негізі оқығанда, енді сіз білесіз ба? Вот соны айтып беріңізші маған. Жоқ, оны білсеңіз айтсаңызшы, сіз осы саланың маманысыз ғой. Білсеңіз айтсаңызшы, сізден сұрап тұрмын ғой. Қазір тұра тұрыңызшы. Құрметті жүргізуші, сіздің құжаттарыңыз бәрі дұрыс екен. Бастық айтты, жүре берсін деді. Жолыңыз болсын. Жақсы. Не ғой, кешіресіз, жаңағы сұрағыма жауап бермедіңіз ғой? Қайсы? Мынау жол жүру ережесінде 32-ші бап 2-ші тармағында не деген сіз маған жауап бермедіңіз ғой? Негізі қатты айтып жіберген. Қатты айтқан.
оны кез келген адамға былай ашық айта салуға болмайды. Ол өте ауыр статья. Міне сондықтан жол жүріп бара жатсыз, тем более сізге болмайды. Аман есен баратын жеріңізге жетіп алыңыз деп мен тілек айтамын сізге. Сондықтан бұл статьяны естігенде көптеген бізде оқып жүрген жігіттердің біразы оқудан шығып кетті ғой. Міне ол өте ауыр статья бұл. Сондықтан жолыңыз болсын. Аман болыңыз, аман жүріңіз. Нұрхат, ол статьяда не деп айтылған? Ол статьяда ма? Білмеймін мен. Кеше YouTube көріп отқам. Сөйтсем сол YouTube'да бір блогер осы гайлер тоқтатса тұрып алып осы статьяны айтты, аналар жауап бере алмай, короче, ананы қайтарып жіберді ғой. Содан үйреніп алғам ол, короче, ше. Жақсы екен ше. 32-ші бап, 2-ші тармақ десең болды, бәрі жібере береді екен. Дағдар? Асаке, рұқсат па? Бас есепші кел. Әйе. Отыр. Басаке? Мынаған қол қойып жібересіз ба? Бұл не? Годовой отчетқа ғой? Годовой отчет емес, жылдық есеп деп қазақша сөйлесеңдерші. Иә, жылдық есеп. Не әдет осы? 30 жыл болды егемендік алғанымызға. Қазақша сөйлеңдер, надоело уже бар ғой. Бесит уже сендер осы. Әдеттер. Кешіресіздер. Жылдық есеп. Так. Дұрыс. Басаке? Кеше сізді орынбасарыңыз үйіне тамаққа шақырмады ма? Шақырған? Бармадыңыз ғой? Иә, кеше анау жоғары жақтан комиссия келіп, жылдың аяғы білесің ғой енді. Яса тексерулерге бара алмай, айтса шақырған мені. Иә. Айттым ғой, бара алмай жаттым. Кейін бір күні қолым босса кіріп шығамын деп. Қалай өздерің барып қайттыңдар ма? Иә, барып қайттық. Бәрекелді. Дұрыс, бару керек. Бұл мынау асқа шақыру, дәмге шақыру, дәм ұсыну, бір-бірінің аралығында сыйластық болу, бұл мекемені алға сүйрейді бұл. Иә, конечно. Көрдің ба? Айрандай ұйып, бір үйдің баласындай болып, сондай жаңағы бір өзеннің сағасындай болып жүрсеңдер, біздің мекеме алға қарай қарыштап дами береді. Әрине. Міне дұрыс өте. Келесі жол сен шақыр. Иә, міндетті түрде. Қолымыз тиіп жатса бәріміз барамыз. Иә. Дұрыс, өте дұрыс. Иә. Жақсы. Бәрі бар ма? Түгел бардыңдар ма? Иә, түгел барып бәріміз. Иә. Басаке? Жалпы орынбасарыңызға деген көзқарасыңыз қандай сіздің? Жақсы. Жақсы ма? Жақсы жігіт қой. Иә. Жақсы жігіт қой. Адал жұмысына адал. Иә. Мекеменің передовой алдын қатарлы қызметкері ғой. Бірақ бекер өйтіп ойлайсыз. Мен де сөйтіп ойлап жүргем негізі. Жақсы адам ғой деп ше. Да? Біреуден естігенді біреуге жеткізу азаматтық борышым ғой. Сіздің алдыңызда әйтеу парызымнан құтылсам деген ой ғой Басаке. Сізді әбден жамандады. Не дейді сонда? Жеп отыр деді ғой сізді. Астына басып жатыр деді ғой. Дүниенің бәрін жинап жатыр. Қасындағыларға көмектессек айтады деп, бізді үгіттеп орынбасарыңыз. Сен не дедің? Бір түрлі болып қалдым. Қойындар деп мен арасында айтып қоям. Басакең жақсылық жасап жатыр ғой бізге. Неге соны есептемейсіңдер деп арасында айтып тұрдым өзім ба? Иә, айтып тұрдым. Басаке, орнынан алып тастасаңшы сол орынбасарыңызды. Да? Жүріңіз ғой қасыңызда. Адамның істеген адам істейді ғой. Құрсын жаман не ішіп, не жегенімді білмей қалдым ана жерде. Сізді жамандап жатыр, түйіліп қалдым бір-екі рет. Деп кәдімгі. Не, қанша тамақ берді? 3 тамақ берді, 4-ші шашлик берді ғой. 4 тамақ берген ба? 4 тамақ берді ғой. Жақсы қайтыпсыңдар ғой. Сол жағдайы жақсы, сізді жамандайды еще. 4 тамақтың бәрін жедің ба? Я барлығын жедім ғой. Солда 4 тамақ сыйған жерге менің орынбасарымнан бір ауыз әңгімесі істемей қалды ма? Енді сізге айтып отқаным ғой. Негізі мен орынбасарыма өзім айтқан. Ертең мекемені шақырды, коллективті. Сөйтті мені әбден жамандашты деген. Арамызда бір криса бар дедім. Соны анықтайық деген. Өзім айтқан негізі. Өзіңіз айттыңыз иә. Бәс мен де ойнап айтып отырмын. Боссың. Заявлениең жаз да шық жұмыстан. Кет, көзіме көрінбе. Мына сен сияқтылар. Анау басшыны халыққа, халықты басшыға жамандап, ортада бүлік шығарып жүрген. Кет бар. Айрандай үйіп отқан мекеменің ортасында от сал. Оңбаға десейші. Басеке мен етсіз. Кет бар. Нақұрыс. Басеке. Басың шешілді ғой. Заявлениең жазда шық жұмыстан. Статьямен қойып шығам қазір. Басеке мен Кеттің. Басеке. Кеттің саған. Оңбаған. Шестерка. Нақұрыс десейші. Екі жет көрпе көзді. Оңбаған.
Ассалаумағалейкум. алейкум қалай Жақсы. о шырттай кейін қайда шықтыңдар Қазаққа шығып кетіп бара жатырмыз аға. қой саған ба сен барсың молодец жасың нешеде 26-та. 26-та Иә. не сонша кешігіп үйленіп жатсың Ең табылды ғой. ой сен адам ерте үйлену керек ерте үйленсең ерте қызық көресің Мен сияқты аға. қашан үйлендің Былтыр үйлендім ғой. міне бір жыл болса да сені міне қызықты бір жыл бұрын көреді Аға деймін да, маған қоймайды, ақыл айт. Мен айтам, көргенді, сондай көргені көп, тәжірибесі мол. Сізден сұрайын деп жатырық та, біз айтып жатырмық қайта. өмір көрген Өмір көрген деп айтып жатырмыз. бұл бар ғой қатынды бастан баланы жастан дейді Вай, міне көрдің ба бүгін алып келесің келінді шымылдыққа кіргізесің да жақтан тартып жібересің кімнен келіннің айтып тұрмын ғой қатынды бастан баланы жастан деп мінекей кіре сала шымылдыққа кіргізіп жақтан шақ еткіз есін жинамай айтқанда бет ашады өткізіп жібер болды ары қарай тимой қатын де болды ғой болды ғой түсіндің ба түсіндім. сосын ана жан шоколадым николадым деген сөзді айтпаңдар иә түсіндің ба Күшті емес та, күшті ғой, жан. сол басынан бастап жан деп сосын артынан жүресің жан деп өмір бойы шамалы серьезно болды сосын мынау бірінші шай құйған кез ответственный момент бірінші шай құйғанда бар ма шай ішіп болғаннан кейін серьезно отырыңдар дейді жыртың етіп араған қарап бір мүләйімсімей сосын анау пиаланы әперіп жіберіңізші деді ма никогда әперме не үшін сол бірінші шайдың үстіне әперіп қойдың ба болды жұмсай беретін болады сен барғаны айтқаннан барып келе беретін боласың Әперме десеңші. әперме ал қолың бар ғой ал өзің деп қой шамалы мужественный болсаңдар шамалы кейінгі жастар жүдә не болып барасыңдар слабый болып иә мысалы мен 20 жасымда үйлендім қазір 50-ге келдік па 30 жыл болыпты ғой міне Мықтысыз аға. Аға деймін да, 30 жыл бойы бір әйелмен өмір сүрудің сыры неде сонда? короче ол былай ғой мен үйленген күні ана қатынды шымылдыққа кіргіздім да отырғызып қойып айттым ей қатын дедім менің мінезім жаман мен жындымын дедім открыт айттым қатын болсаң бол болмасаң қазір кет дедім шығып кет дедім шымылдықтан боласың ба қалатын болсаң бол дедім мен айттым мен ашуланғанда көзіме көрінбе дедім үйден жоқ болып кет қашып кет үйден сосын терезеден сығалап жүр дедім ашуым қалай басылады кір да шай тамағыңды беріп спокойно қасымда жата бер дедім көрдің ба міне 30 жыл болды осы принципті әлі ұстанып келемін Вайба. мінекей 30 жыл бойы осы принципте. міне Мықты. түсіндің ғой иә Болды, түсіндім. жолдарың болды Шыңғысхан да бүйте маған шығар. қайда жақсы жолдарың болсын Тәжірибеңіз көп деп өзіңіз жақсы шатастырып алмадым айтпақшы аға бағана шымылдыққа кіргенде мен оны ұрама ол мені ұрама кім шатасып қалды соны айтып отқанда ұмытып отырсың ғой ой сен алып кір да келіннің жағына шақ еткізесің келіннің жағынан қоя болды ұрам мен давай жолдарың болсын болды аға Суля Не? ашуың басылды ма Жоқ. үйге кірейінші Кірмейсің. Жоғал көзіме көрінбей. жаным жаурап кеттім кірейінші үйге Кетші. Жоғал көзіме көрінбей. жаурап кеттім Суля ашуың басылмапты